Ақылды қоқыс жәшігі жобасы. Қоқыс жәшігі өзіне жақындаған адамды көреді де қақпағын ашады, және дыбыстық хабарлама бар. Адам жақындаған кезде Сәлеметсіз бе? Әйнек заттарды жасыл жәшікке, қағазды көк жәшікке және пластик заттарды сары жәшікке салыңыз. Айдың тазалығына қосқан үлесіңіз үшін рахмет. дыбыстық хабарлама бар, және адам кетіп қалғаннан кейін қоқыс жәшігі қақпағын жауып алады өзінің. Және тағы бір қызметі, тәуліктің қараңғы кезінде мына шам жанады. Бұл тек қана қараңғы кезде ғана жанады. Қазір жарық болып тұрғаннан соң адамды көргеннен кейін ол шам жанып тұрған жоқ. Енді мысалға қараңыз, адам жақындаған кезде Сәлеметсіз бе? Әйнек заттарды жасыл жәшікке, қағазды көк жәшікке және пластик заттарды сары жәшікке салыңыз. Айдың тазалығына қосқан үлесіңіз үшін рахмет. көргендеріңіздей, қараңғы түскен кезде мен фоторезисторге көлеңкелеген кезде ол қараңғы тәуліктің қараңғы мезгілі екен деп ойлайды да жарық шамын қосады.